Сәлеметсіздер бе, құрметті қазылар алқасы мен әріптестер. Жаңа мектепке жаңашыл ұстаз. Ұстаз болу таңдалған мамандық қана емес. Бұл жауапкершілік пен үздіксіз ізденісті талап ететін өмірлік жол. Мен үшін бұл жол Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Құлан ауылынан басталды. Мен Қамбаров Бекнұр Маратұлы 2001 жылы 13 желтоқсанда дүниеге келдім. Тұрар Рысқұлов атындағы мектеп лицейін тамамдап, 2019 жылы мемлекеттік білім беру гранты негізінде Тараз мемлекеттік педагогикалық университетіне орыс тілі және әдебиеті білім беру бағдарламасы бойынша оқуға түстім. Оқу барысында теориялық білімімді тәжірибемен ұштастырып, педагог мамандығының қыр-сырын терең меңгердім. 2023 жылы Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетін аяқтадым. Еңбек жолымды 2023 жылдың қараша айында Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектепте бастадым. Ал 2024 жылдың 1 ақпанынан бастап нөмір 1 мектеп лицейінде орыс тілі және әдебиеті пәні мұғалімі болып, конкурс негізінде жұмысқа орналастым. Қазіргі таңда еңбек өтілім 2 жыл. Тәжірибелі әріптестерімнің қолдауымен бағыт-бағдары кәсіби қалыптасуыма үлкен үлес қосып келеді. Жас маман болсам да, әр сабағымда жаңашылдықты басты қағида етіп ұстанамын. Мен үшін сабақ тек білім беру емес, оқушының ойлау қабілетін дамыту, еркін пікір айтуына мүмкіндік беру. Сол себепті оқу үдерісінде қазіргі заман талаптарына сай әдіс тәсілдерді пайдаланып, оқушылардың функционалдық сауаттылықты дамытуға бағытталған тапсырмаларды жүйелі қолданамын. Осы еңбектің нәтижесінде оқушыларым мектепішілік, аудандық және республикалық деңгейдегі олимпиадаларда жүлделі орындарға ие болды. Жаңа мектепке жаңашыл ұстаз конкурсы мен үшін өз мүмкіндігімді көрсету ғана емес, заманауи білім беру кеңістігінде жаңашыл оймен еңбек өтуге дайын екенімді дәлелдеу. Алдағы уақытта да үздіксіз ізденіп, шәкірттерімнің жетістігі арқылы ел болашағына үлес қосуды мақсат етемін.